Ташкентке қалай шығады? Номен ба? Қуыс көше ғой деген ғой. Жол бар ағып түзу. Темек жоқ па? Темек жоқ асау. Бәлі күннің ыстығында ше. Андай не болып кеттім ше. Бағасы майлап кетті. Такси таппай қойды мына жерде. Такси жүрмейді мына жерде, қуыс көше. Бағады студентсіздер ма? Мектеп оқимыз. Қош? 11-міз. Тош. Бойларың болса ұзын. Студент болып қалған ба? Темек жоқ, Темек жоқ. Дұрыс емес. 11-ші жасында ма? 17-тесің ба өзіңе? 17-тен. Ой, күннің ыстығына есіне берді қойшы. Ұйқым кеп. Басым айналып ана жерден көлеңкемен жүрейші деген ғой. Жүретін уақыттарым ғой, как раз. Мен мектеп бітіргенме биыл 2024 па? Ой, 14 жыл, 15 жыл болыпты. 15 жыл болып мектеп бітіргенме. Қайда түсем деп пландалсыңдар? Бұйырғаны енді осы Алматыда көреміз. Бұйырғаны? Бұйырсам әлде мақан-пақанға қайда түсесіңдер ма? Өздерің осы бастан ойлансаңдаршы, қақа түсем, не мамандық таңдаймын, болашақта қандай маман болып шығамын деген сияқты ғой. Адам жассыңдар ғой, как раз сендердің кездерің болады. Осы бастан ойланыңдар, қақа түсем, қандай оқу бітірем, немен айналысам всю жизнь деген сияқты нәрселер ғой. Не, қысқасы жігіттер не ғой? Мен участковыймын ғой, өзімше. Сендер 17-ге толғансыңдар, енді ғана темек шегіпсіңдер. Удостоверениені қалдаларыңда ма? Сабақ қайда? Сабақ класста қалды. Сабақ класста, сен мұнда. Братан. Братан, жібересіз? Братан, өтініш. Братан, өтініш. Звоныш, достарыңа шақырсай. Братан, не істедім мен? Ей, темек шегіп тұрсыңдар. Тыныштық па? Мен шеккен жоқпын ғой, брат. Тұр, мен саған бірдеңе істеп ба, тұрсайшы. Не жұлқылап отырсың? Өзіңіз ғой. Сен достарыңа звоныш. Не үшін, братан? Звонсай, достарыңа шақырсай осы жерге. Айтса, кел осы жерге десе. Қорықпасын, жындымашы. Алло. Келдеші осы жерге ары. Келдеш саған жаққа. Болмаса саған шырақ өсіп беремін. Кеш. Келе салыңдаршы, дым істемейді. Кел десе осы жерге. Теспейді десе. Просто шырақ өсіп беремін болды. Қазір ішке барамыз да. Братан, өтініш жібересіз? Экипаж келсін. Қазір участковыйға ішке қарай барамыз, базаға. Көрсеңіз де болады, аға, мен шеккен жоқпын шынымен. Не істеймін шегіп, құдай ақы, братан. Не істейсіз оны өйтіп? Мен кеткен кезде шегіп тұрғанды көрдім ғой мен сені. Шеккен жоқпын деймін, братан, камерадан көрсеңіз болады. Дос балаң шекті ғой. Дос балам ғой, мен емес қой, братан. Мына кімдікі мысалға? Менікі емес, братан. Енді кімдікі? Көрдіңіз ғой, братан. Шеккен сен ғой, қарсы басқа жаңа темек жоқ қой. Көрдіңіз ғой, братан, жаңа өзіңіз шегіп тұрған жоқ едім ғой. Жоқ, мен ана жақтан көрдім, сен шегіп кетіп, мен жақындаған кезде сен тастадың темегіне. Енді мына бала шегіп берді мына жақта. Қазір экипаж келеді, короче. Барамыз шырақ өсіп береміз. Мақан-пақан шақырсамыз. Қашпаймын, осы жерде тұрамын, балдар келеді қазір. Жарайды, мақан-пақан шақырмаймыз, келіп шырақ өсіп бере саламыз. Братан, ақшам жоқ оған қазір, өтініш. Ей, асықпай төлейсің, бір апта уақыт береді. Братан, осы жерде тұрамын, қашпаймын, братан, өзіңіз не істей тұрыңызшы. Онда звона достарыңа шақырыңдар осы жерге. Қазір келеді, братан. Қыспай ақ қойшы өйтіп, братан. Қыстаған жоқпын, давай, звона дос балдарыңа. Шақырыңдар дос балдарыңа. Қалай болады екен бұл? Қашып кеткенін ше, нахар. Е-мое. Короче, негізі пранк деп айтып үлгермедім. Ойладым, ана дос балаларын шақырама деп ше. Ладно. Видеоны көріп, өздері түсінетін шығар. Ана жігіттерді енді мен қазір іздесем таппайтын шығармын. Хотя пранк деп айта қойын деп едім. Әзілдеп қойғам. Бірақ темек шекпеңіздер. Денсаулықтарыңызға зиян.